Сәлем достар, бүгін сіздерге танымал болып жатқан Дорогой X деген кореялық дорамаға қысқаша шолу жасаймын. Дорама жайлы қысқада нұсқа білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші серия. Басты рөлдегі қыздың анасы, оның кішкентай кезінде ішіп алып, үнемі шу шығарып отырған екен. Әкесі болса онымен ажырасайын деп жүріп, бірақ ол келіспегесін бір күні оны баспалдақтан лақтырып жіберіпті. Сосын қызына, сені де анаң секілді баспалдақтан құлатқанымды қаламасаң, менің айтқанымның барлығын тыңдайтын боласың депті. Содан кейін қыз анасының әлі де тірі екенін көрсе де оған көмектеспепті. Қазір ол танымал актриса екен, бірақ өзі қатыгез болып өсіпті. Тіпті басқа адамдар арқылы біреулерді өлтірткізген екен. 2016 жылы бір мұғалім әйелдің басқа жігітпен жүрген суреттері тарап жұмыстан қуылады. Ол суреттерді осы Пек А-джин жариялапты. Себебі бұл мұғалім оны жетім қыз деп төмендетіп отырған. Пек А-джин мектепте үнемі алдыңғы қатарда жүріп, емтихандардан үздік бағаларды алып отырған екен. Онымен Сон Хи деген бір қыз бәсекелес болыпты. Джун Со деген бала болса үнемі Пек А-джинді қолдап көмектесіп жүреді. Бір күні Сон Хи А-джиннің анасы жоқ екенін біліп қалып, солай ол әңгіме мектепте барлығына тарап кетеді. Оның анасы да А-джиннің дебатқа қатысуына қарсы болып, оны алғыздырып тастапты. Оны А-джин біліп қалып, дебаттың әділ өтпейтінін жазып желілерге таратып жіберген. Солай дебатқа бұл мектептен ешкім қатыспайтын болады. Содан кейін екі қыздың арасындағы тартыс одан сайын күшейе түседі. Тіпті Сон Хи ашуланып, оның үстіне суық суды да құя салады. А-джи-джио деген бала арқылы басқа оқушылардан ақша жинап отырыпты. Бір күні Джионы мұғалім ұстап алып, бірақ ол А-джин жайлы ештеңе айтпайды. Оның барлығын Сон Хи біліп қалады. Содан кейін А-джин оған қарсы бір жоспар ұйымдастырады. Ол Джио, Джун Со үшеуі бірігіп, оны ұрлықшы етіп көрсетіп қояды. Яғни олар сынып болып мұғалімге сыйлыққа жинаған ақшаны Сон Хидің шкафына салып қойыпты. Сон Хи оның барлығын А-джин ұйымдастырғанын түсініп, ашуланып, ол жайлы білетіндерінің барлығын айта бастайды. Бірақ оған ешкім сенбей, Джун Со да теріс айналады. Содан ол масқара болып мектептен шығып бара жатқанда А-джин оған, менімен ойнама деп айтып едім, сен секілділер мені жеңе алмайды. Менің бірінші икс жертвам анам болған, сен де енді сол жертвалардың қатарына қосылдың деп мазақ қылады. А-джинға қарасан өте қауіпті қыз секілді. Әлі де болса біраз нәрсені тындыратын көрінеді. Екінші серия. А-джин анасының топырағына келіп, мен сен секілді ешқашан болмаймын. Мені әлі де жоғарыдан көресің, сосын солай өлгеніне өкінбейтін боласың деп өткен шағын есіне алады. Анасы қайтыс болғаннан кейін, оның әкесі бір бай әйелмен қосылып, оны сол үйге алып келіпті. Сөйтсе ол Джун Соның анасы екен. Екеуінің А-джинді қолданып, суреттерін сатып, жетімдер үйіне тапсыратын ойлары болыпты. Оны А-джин естіп қалады. Мектеп кезіне келетін болсақ, бір күні оны әкесі іздеп мектепке келіп шу шығарады. Оны Джун Со көріп қалып алдап, алып кетеді де оған ақша беріп, енді А-джинді мазаламауын өтінеді. А-джинға Со Мири деген бір әйел келіп актриса болуға ұсыныс жасайды. А-джин болса келіспей қояды. Джионың әкесі ішіп алып, кішкентай ұлын ұрып жатқанда, Джио келіп оны құтқармақшы болады да байқамай әкесіне пышақ сұғып алады. Содан ол інісін тәтесіне жіберіп, өзі бар кінәні мойнына алмақшы болады. Соңғы рет А-джинға хабарласып, мен сен айтқандай өз қорқынышымды жеңіп, ақыры әкеме қарсы шықтым дейді. А-джин шынымен де оған, сен қашанғы таяқ жей бересің, өзіңді қорғап үйренсейші деп айтқан екен.
Сонхиді да бір қыздар солар жайлы жазған блокнотын көріп қалып ұрып тастайды. Содан Сонхи шыдамай басқа мектепке ауысып кетеді. Солай Аджин екі адамның да өмірін құртып үлгереді. Одан кейін біраз уақыт өтіп, Аджин юрфак университетіне оқуға түсіпті. Дже оны болса өзін өзі қорғау кезінде байқамай өлтірген деп 3-5 жылға соттапты. Джунсо Аджиннің оқуына төлеу үшін атасынан ақша сұрап алады. Бірақ Аджиннің әкесі келіп сол ақшаны алып алады да оның үстіне оны ұрып кетеді. Аджиннің қатыгез болып өсуі де енді түсінікті болған секілді. Бала кезінде ол Джунсоның шын әкесі басқа адам болғанын біліп қалып, оның анасына барып, мен барлығын білемін, сол себепті мені жетімдер үйіне апармағандарын дұрыс болады депті. Сөйтсе кішкентай кезінен бәле қыз болған секілді. Ол тіпті Джунсоға сені анаң жақсы көрмейді деп айтып отырыпты. Оны бір күні Джунсоның анасы естіп қалып, ашуланып, Аджинді суға батырмақшы болады. Оның барлығын Джунсо көріп қалыпты. Аджин болса одан қашып кетіп, екінші қабаттың терезесінен секірген екен. Бірақ ол аман қалыпты. Қазірде Джунсо оны ауруханаға алып келіп, 3 күн бойы қасында отырыпты. Аджин болса оқуға құжаттарын тапсырып үлгермей оқуынан айырылып қалған екен. Содан ол көңіл күйі түсіп келе жатқанда ұрлықшыны ұстап алған бір жігітті көріп қалып қуанып кетеді. Екеуін не байланыстырады екен, қызық болайын деп тұр. 3-ші серия. Әлгі жігіттің өз кафесі бар екен. Аджин сол жерге қосымша жұмысқа орналасады. Аджиннің сұлулығына жігіттер қызығып, оның жұмысына келіп қырындап жүреді. Біреу тіпті оның суреттерін желіге салып қойыпты. Оны көріп, бір есі дұрыс емес адам оны іздеп кафеге келеді. Сосын Аджинді андып, соңынан барғанда оларды Джунсо көріп қалады. Аджин өзі де әлгі адамның сазайын берген екен. Ол үнемі Джунсоға манипуляция жасап жүреді. Осы жолы да одан сен мен үшін неге дайынсың? Егер адам өлтіруге де дайын болсан, мен өз әкеммен бастатушы едім деп оны ойландырып қояды. Кейін оған тағы да әкесі келіп ақша алып, оған қоқан лоқы көрсетеді. Джунсо келіп Аджинді жұбатып барлығын өзі реттейтінін айтады. Келесі күні жұмыста бастығы оның жарасын көріп, көмек керек болса кез келген уақытта хабарлас дейді. Аджин оны естіп бірденені ойластыра қойғандай болады. Джунсо болса Аджиннің әкесін андып бастайды. Ол Джунсоны байқап қалып, солай екеуі бір-бірімен алысып кетеді. Джунсо қатты ызаға беріліп, оны кірпішпен ұрмақшы болады да, бірақ дәті бармайды. Сол кезде оны Аджиннің көзінше полиция ұстап алып кетеді. Аджин оны қорғаудың орнына керісінше бар кінәні оған жаба салады. Ол тіпті Джунсоның телефонын алып, оның түсірген видеосын да өшіріп үлгеріпті. Негізі шынымен де сау адамды жынды қылатын қыз екен. Джунсоға сенің оған бәрібір күшін жетпейді. Оданша оны сол кірпішпен өлтіре салуын керек еді деп тағы да басын қатырып қояды. Содан кейін ол өз пайдасына бастығын қолдануды көздейді. Ол тағы да өзіне өтірік жара істеп алып жұмысқа барады. Бастығы одан не болғанын сұрағанда, ол бір жігіттің андып жүргенін айтады. Оны естіп бастығы оны үйіне шығарып салатын болып шешеді. Сол кезде Аджин оған да манипуляция жасап үлгереді. Яғни оның біреу үшін өзі жапа шексе де еш өкінбейтінін, тағдырдың жазғанына көнетінін, жақсы адам екенін біліп алады. Солай екеуі Аджиннің үйіне келгенде шынымен де әлгі есі дұрыс емес адам оны андып тұр екен. Бастығы оны қуса да ұстай алмай қалады. Аджин болса үйіне кіріп, өтірік барлығын құлатып, сындырып, біреудің оған шабуыл жасағанында етіп жасап қояды. Сосын әкесіне ақша беретінін айтып хабарлама жолдайды. Келесі күні оның жұмысына тағы да продюсер әйел келіп актриса болуға ұсыныс жасайды. Аджин оған тағы келіспей қояды. Кейін бастығына біреу үйінің тас талқанын шығарып кеткенін айтады. Сондағы бір официант алдындағы есі дұрыс емес адаммен Аджинді дүкенде бірге көріп қалыпты.
кетті. Оны бастығына айтып жатқанда Аджин өтірік қолын кесіп алады. Соған қарағанда әлгі адаммен бірігіп барлығын әдейі ұйымдастырған секілді. Бастығы оны уайымдап өз үйіне қонуға жібереді. Бірақ Аджин өзінің үйіне баратын болып шешеді. Бастығына да үйіне баратынын жазып, солай үйіне келеді. Онда оны әкесі күтіп отыр екен. Аджин оған бас киім сыйлайды. Соған қарағанда оны өтірік, әлгі есі дұрыс емес адаммен ұқсатып көрсетпекші секілді. Сөйтіп ол әкесін алдап, бас киімді кигіздіріп, оған ақша берем деп өтірік қағаздарды ұстатады. Әкесі оған ашуланып, оны ұрып жатқанда, ол бастығына қоңырау шала қояды. Бастығы оны естіп, соған қарай бет алады. Содан әкесі оның түгін қалдырмай ұрып жатқанда, бірақ бастығы келіп қалады. Содан екеуі бір-бірімен алысып жатты. Бастығы әкесін бейсболдың таяғымен бір ұрады. Оның артынан Аджин тағы да оны бір ұрады. Сол кезде Джунсо келіп, сол үйден бастығының шығып бара жатқанын көріп қалады. Аджин болса жедел жәрдемге өтірік жылап, әкемді құтқарыңдар деп хабарласады. Солай 3-ші серия аяқталады. Не дегенмен Аджин өз қалауына жеткен секілді. Алда тағы да не болатынын білу үшін каналымызға тіркеліп қойыңыздар.